10-шы сынып Дүние жүзі тарихы пәні. Бірінші сабақ. Сабақтың тақырыбы өркениет түсінігі. Сабақтың мақсаты өркениет түсінігін зерттей отырып, өркениет ұғымын танудың негізгі бағыттарын білу. Жетістік критерийлері. Өркениет ұғымымен танысады. Өркениет ұғымының негізгі бағыттары мен қазіргі ғылымдағы өркениеттің маңызды айырмашылықтарын біледі. Өркениет сөзі латын тілінен аударылған. Ол қалалық, мемлекеттік деген сөзден шыққан. Аналитикалық уақытта да, орта ғасырлар кезеңінде де өркениет жабайы, дөрекі деген сөзге қарама-қарсы мағынада қолданылған. Өркениет ұғымы нақты бір түсінікті білдірмейді. Ол негізінен мәдениет ұғымының синонимі, қандай да бір шектеулі аумақтағы мәдениеттің белгілі бір даму деңгейі. Адамзаттың тарихи даму кезеңі. Келесі ұғымы қандай да бір шектеулі аймақтың немесе этностың дамуы секілді мағыналарына ие. Өркениет ұғымы қазіргі замандағы қоғамтану ғылымындағы негізгі ғылымдардың бірі. Ғылымға алғаш француз ғалымдары Вольтер, Дидро, Монтескі секілді француз ғалымдары алғаш рет ғылымға енгізген. 19-шы ғасырда өркениет ұғымын танудың негізгі 3 бағыты болады. Олар мынадай. Бірінші бағыты унитарлы. Ол өркениет адамзаттың біртұтас прогрессивті дамуының идеялы болып табылады. Келесі бағыты сатылы деп аталады. Бұл бағытқа өркениет адамзаттың біртұтас прогрессивті дамуының кезеңі. Соңғы бізде 3-ші бағытымыз вокальды тарихи өркениет бағыт. Бұл өркениет сапалы, дәстүрлі ерекше этникалық немесе тарихи қоғамдық құрылым. Сіздерді оқушылар, бүгінгі сабағымызды әрі қарай тереңдету мақсатында мынандай тапсырмалар орындаймыз. Сіздерге 3 бағытты сәйкестендіру тесті беріліп тұр. Бұнда бірінші бағытында бізге бүгінгі сабаққа байланысты жаңа терминдер берілген. Екінші бағытына сол терминдерге сәйкес келетін дұрыс жауапты белгілейміз. Үшінші бағытта терминдардың анықтамасы берілген. Мұқият тыңдаймыз. Қазір мен тапсырмаларды оқимын. Бірінші бағытта тұрған жаңа сөздерге назар аударамыз. Өркениет, екінші унитарлы, үшінші сатылы, төртінші вокальды тарихи, бесінші соңғы термин эволюциялық және өркениеттік бағыттар. Бұл терминдерге анықтамаларын оқимын. Екінші бағытқа дұрыс белгісін белгілейміз. А жауабы өркениет сапалы, әртүрлі ерекше этникалық немесе тарихи қоғамдық құрылым. Екінші ә жауабы өркениет адамзаттың біртұтас прогрессивті дамуының идеялы. Б жауабы тарихтың басты субъектісі барша адамзат болып саналады, ал өркениет оның дамуындағы жоғарғы деңгейі. В жауабы
Өркениет адамзаттың біртұтас прогрессивті дамуының кезеңі. Г. Соңғы жауабы қалалық мемлекеттік. Сұрақтарға назар салып, дұрыс жауапты сәйкестендіреміз. Тапсырманы орындап болсақ, дұрыс жауапты өзімізді тексереміз. Дұрыс жауабы бірінші өркениет сөзіне Г жауабы сәйкес келеді. Яғни қалалық мемлекеттік деген мағынаны білдіреді. Екінші унитарлы. Унитарлы жауабына Ә жауабы сәйкес келеді. Ол өркениет адамзаттың біртұтас прогрессивті дамуының идеалы. Үшінші сатылы бағытқа В жауабы сәйкес келеді. Ол өркениет адамзаттың біртұтас прогрессивті дамуының кезеңі болып табылады екен. Төртінші бағыт локальды тарихи бағыт бойынша А жауабына сәйкес келеді. Ол өркениет сапалы, әртүрлі, ерекше этникалық немесе тарихи қоғамдық құрылым. Және бүгінгі сабақ бойынша беріліп тұрған терминіміз эволюциялық және өркениеттік бағыттарға Б жауабы сәйкес келеді екен. Бұл терминнің анықтамасы тарихтың басты субъектісі барша адамзат болып саналады. Ал өркениет оның дамуындағы жоғары деңгейі. Дұрыс жауаппен өзімізді тексеріп алсақ, сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Келесі бізде екінші тапсырма сұраққа жауап беріңіз. Бүгінгі сабақ бойынша бірінші сұрақ. Қазіргі ғылымда өркениет ұғымының маңызды айырмашылықтарын ата. Келесі екінші сұрақ. Өркениет ұғымын анықтаудағы эволюциялық және өркениеттік бағыттар арасындағы айырмашылықты түсіндіріңіз. Осы екі сұрақ бойынша ойымызды жинақтап жауап береміз. Сұрақтарға жауап беріп болсақ, дұрыс жауаппен тексерейік. Бірінші сұрақтың жауабы эволюциялық және өркениеттік деп белгіленеді. Екінші сұрақтың жауабы өркениет ұғымын анықтаудың негізгі екі бағыты бір-бірінен тарихи процестердің сипаты, оның басты субъектісі мен қозғаушы күші жөніндегі түсініктер бойынша ерекшеленеді. Екінші сұрақтар бойынша дұрыс жауапты өзімізді тексеріп алсақ, сабақты әрі қарай жалғастырамыз. Сабақтағы іс-әрекетке кері байланыс. Табыс сатысы арқылы бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс жүргіземіз. Табыс сатысының төменгі жағына оқушылар сабақты дұрыс түсінбедім. Бүгінгі сабақ бойынша пікір қалдырамыз. Екінші саты бойынша тақырып бойынша әлі ізденуім керек. Үшінші жоғарғы сатысына сабақты өте жақсы түсіндім. Бүгінгі тақырып бойынша түсінгенімізді жазамыз. Үйге тапсырма. Оқулықтағы 12-ші бетте берілген мәтінді оқып, өз жауаптарыңды белгіле.